Қайрат видео студиясы ұсынады. Сіздердің бүгінгі көріп тамашалайтындарыңыз шынайы оқиғаға негізделген. Ұлы байтақ қазақ жерінде 2000 жылдық тарихы бар таразымыздың төрінде бірлігі мен ынтымағы жарасқан отбасында дүбірлі той қуаныштан естелік. Ұлы қуаныш, бақыт, ырыс, берекеге толсын. Тойларыңыз тойға ұласын. Басталды, давай, Қасеке. Бетер семейсіздер ма? Тамаша. Сценарий бойынша. Музыка оны қоя салсай? Музыка болу керек қой. Тамаша. Құтты болсын, қыздар. Жазира оларды ламай қоймайды. Құтты болсын. Тамаша. Иә, сценарий бойынша. Тамаша, құтты болсын. Айқайламаңдар, шөгілдер. Енді қыздарды Анарға екеу береміз. Ал дайынбыз ба? Ал қадірменді көпшілік көптен кейін қуанышымызды дүбірлі тойымызда бастайық. Камераны ашықтан ала беріңіз. Орта қарай ала беріңіз. Ал. Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар, бүгінгі қуанышқа келген барша меймандарымыз, осынау қуаныш, осынау тойымыз баршамызға жұғысты болсын. Бүгінде Жамбыл облысы Сарысу ауданы Шығанақ ауылының Сәкен Сейфуллин орта мектебінің 11-ші түлектері ардайлап 40 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын деп жас түлектерді ортаға қарсы алайық ағайын. Той құтты болсын. Yeah.
ғана тек кішкентай бүлдірген бала болып жүрген ағаларымыз, кішкентай ғана қыздарымыз бүгін уже 40 жылдық мерекеде отырсыздар. Қуаныш қаласа берсін. Бүгінгі қуаныш қана апайларымыз, жеңгелеріміз күшті дайындалып кетті, вообще супер. Тойдан кейін біреу алғаш кетіп жүрмесін, аға, уайымдап қалдық па? Ал енді қадірменді көпшілік, осы Сәкен Сейфуллин орта мектебінде осы жас түлектерге арнайылап тәлім тәрбиесін бөліп жүрген осындағы ұлағатты ұстаздарымыз бар. Мен арнайылап сол кісілердің есімдерін естіртіп ортаға шақырайын. Бибісара апайымыз, Гүлнар апайымыз және де Ұлбала апайымыз бастауышта тәлім тәрбие берген және де сынып жетекшілері бар екен. Бибісара, Гүлнар, Ұлбала апайларымыз ортаға қарсалайық. Мінекей ұстаздық еткен ағаларымыз, апайларымыз, қандай тамаша түсті. Кеші болғапсыздар ғой. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Ұстаздық деген жақсы мамандық, тілемейді адамдарға жамандық. Біз де сіздерге тек қана тілейміз, бастарыңызға бақыт, байлық, амандық дейміз. Енді мына бүгінде 40 жылдығы болып жатқан осындағы түлектеріңіз арнайы сіздерге дайындаған сый-сияпаттары бар екен. Арнайы гүл шоқтарын қатарына кеп табыстасаңыздар. Аман болыңыздар. Табыстап қойып тұр құдай. Нәқта, былай қарап тұрсам, өздеріңізден гүл болып тұрсыздар. Қолдарыңыздағы да гүл соп түсінбей жатырмын да, қалай болып кетті деп. Енді былай қарайық. Жақсылап гүл шоқтарын табыстадық. Енді апайлар, былай қылайық. Сіздердің кереметтей ақ тілектеріңізбен, ақ баталарыңызбен бүгінгі қуанышымызды ашып алсақ деп жөн көріп отырмыз. Мен енді үндаяқшаным өздеріңізге ұсынайын. Жол-жолымен, жөн-жөнімен балтаның салмағы басында деп ақ тілекті, ақ ниетті кереметтей жылы лебіз тілектеріңізбен бастап алсақ. Келіңіздер, қайсысы сізден ұсынамыз? Бастауыштан бастайық дейді, Құдай. Бастауыштан бастағанда дұрыс енді. Әліппені үйреніп, екі әріпті үйреніп, содан кейін бері әрғарай бірте-бірте баспалдақтардан өте береді ғой бұлар. Енді мінекей көз алдымызда үлкен азаматтар мен азаматшалар тұр. Барлығы есейген, ержеткен, балалы болған, немерелі болған әжелер. Мінекей бүгінгі мерекелерің құтты болсын жандарым. Дендерің сау болсын. Осындай мерекеге жетіп, осындай 40 жылдықтарын 50 жылдыққа, 60-70 жылдыққа, 100 жылдыққа ұласа берсін. Дендерің сау болсын, қадамдарыңа нұр бітсін. Енді
тарих айтпай қояйын енді. Тілегімді айтайын. Мына бүгінгі тойларым жақсы дәрежеде өтсін деп тілеймін. Жақсы. Бұл тілек айтқан Бибісара апайымыз, Құдай мінекей. Екі тас өздігінен не келмейді, Құдай берген Бибісара апайымыздың қолынан не келмейді. Қалада анша-мұнша апайларымыз көп, ешқайсы осы кісіге тең келмейді деп қошемет көрсетіп қойын. Аман болыңыз, әріне қарай жалғайып, қуанышты болсын, ақ тілек ниет болсын. Енді мен өзім толықтап тұрмын. Шәкірттерім алғашқы мектепке өзім бірінші классқа барған оқушы сияқты алғашқы ұстаз болып мектеп табалдырығын аттап, қандай жауапкершіліктің көздері жәудіреген кішкентай бүлдіршіндердің алдында отырған уақытта өзімнің нағыз осы балаларға жауапкершілігімнің міндеті бар екенін түсініп, сендерге рахмет, ұмытпағандарыңа. Балалардан хабар болғанда қуанғаннан жылап жібердім. Ойпырмай, мен де ұмытпайтын оқушыларым бар екен ғой деген. Рахмет сендерге, көсегелерің көгерсін. Енді біздің жолымыз басы, міне сендерді есейіп, ер жігіт болыңдар, бойжеткен қыз етіңдер, қазір ана болдыңдар, немере сүйіп атсыңдар, енді шөбере сүйіңдер. Алла біздің жолымызды беріп, тек қана бақытты семья болыңдар. Енді біз де міне 70-ке келдік. Аз жас емес, мен осы балалар қуанғанымнан ой деп 2 ғұмырын керіп алдым осы Таразға. Рахмет сендерге, ұмытпағандарыңа, бақтарыңыз жана берсін, оттарың басты тек қана қуанышты күндері көп болсын. Небір шөбелерің, ата, апалап, алдарында жүгіріп жүре берсін. Енді қазір 40 жасты бастыңдар, енді 50-60 жылдықтарын тойлауға Аллам сендерге нәсіп етсін. Ой, рахмет, жаманшылық есіктеріңізден қақпасын, сырттарыңыздан баптасын, періштелер амин деп сіздердей алтын ұстаздарды тіл көзден Құдай сақтасын дейміз. Мәселен, қандай күшті, қазір бұндай ұстаз табу қазір қиындырақтау. Қош келдіңіз, той құтты болсын, ақ тілек. Құрметті шәкірттерім, бүгінгі жасап атқан мынау мерейлі мектепті бітіргендеріне 40 жылдық болған тойларыменен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті шәкірттерім, мен де сол алғашқы рет бітіріп, Шығанақ ауылына барып, ең бірінші рет осы сыныпты алған едім. Алғашқы рет менің ұстаздық қадамымды бастаған осы сынып еді. Сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін, дендеріңіз сау болсын, отбасы бала-шағаларыңыз аман болсын. Қазіргі уақытта ол кезде кішкентай шәкірттер болсаңдар, қазіргі уақытта барлықтарында балалардың атасы, балалардың енесі, ұл өсіріп, қыз өсіріп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып жатқан азаматша және азаматсыңдар. Еңбектерің жана берсін, дендеріңіз сау болсын. Осындай табыстан табысқа жете беріңдер. Барлығына тек қана жақсылық тілеймін. Аман болыңдар. Рахмет. Жаңа кіріп келгенде апай деп қоямыз. Негізі бәріміз бір құрдас сияқты оқапсыздар ғой. Аман болыңыздар. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Жүз жасаңыздар. Осындай шәкірттеріңізбен, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар деп тілейміз. Енді бұлай қылайық, ортаны жақсылап бір дәрежке қылып тұрайық. Апайларымызды сіздердің қалың қошеметтеріңізбен ақ дастархан төріне жақсылап шығарып салайық. Қуанышты болсын. Келіңіздер. Бүгінгі қуанышта баршамыз бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, баршамыз ұйымшыл болып жабысылап бүгінгі мерекелік кешті сіз болып, біз болып жоғарғы деңгейде өткізуді Алла нәсіп етсін. Баршаларымызды ақ дастархан төріне жайғастырсақ. Ал құрметті түлектер, жақсылап жайғасып алайық. Бүгінгі кешімізді, бүгінгі тойымызды бастайық. Тура, мектептегідей отырайық та,
Şuansıya koya. Hadi mi bu? Şuraya sorunlar. Az hayat sonra ağalar ama oturayım şu an. Bir tutuşlar üstüne bu ben buraya. Çay kazanımda. Yuhan, kalay alamız o zaman. Türkiye veririz. Görünmeyimiz, bärimiz bir değil. Bärimiz bir deyimiz. Onda abaylarımızdan mı? Biz yok kanbiz, ben muhallimlerimiz görmeysiz mi? Onda muhallimlerimiz de bata alay. Ya? Tasarım yapamaz. Vallahi diyoruz gösteririz. Kişiyle hadi be. Amin. Apa bir şans oldu yemin sana 40 oldu. Amin. Müşterimiz. Mına Balıpazar'dan 30 atkan kırmızı uzaktan bulsun. Жылдан жылға аман есен бала шағалардың ортасында ауызбіршілік демінен кетпей өстіп аман есен жүре беріңдер. Ортаңызда тек қана той болсын, осы дастархандарын тек қана қызығушылыққа өтіп, молшылыққа жайыла берсін. Енді Алла мырзым берсе, қазір 40 жылдар арасында енді 20 жылдықта осы аман есен түз түгел бас қосуды Аллам сендерге нәсіп етсін. Ой, тамаша. Апай, kişinin bir şey akıl siyahtı var ya, nakalmışlar bunu var mı? Allah'ın kısa az fayda, iyi kafalı boz fayda. Hayır, hürmetli ağabeyim, hürmetli imanlar, dile salar katar turuzdur. Pleye koyalım, asma men bolar, sizin bolar. Sizin bu gezlerinizde bileyim, benim şahsına, benim basma şahsına bizi ana dile kişinin kitap olman. Sol kitaptın işinci, yanılmasa dönüşü ve diye var. Anamın tili degan kelimet en var. Men sol anmen keshimizda adamlar boshlab berdim deb oldim. Quvonch bo'lsin, maestro. Hamma bizni so'zimizga qo'zg'olmaydi.
болатын. Енді қадірменді көпшілік, қуанышымыздың басында бүгін сіздермен бірге қызметте болатын, сіздермен бірге өнерін бөлісетін асаба ұлдарыңызбен де таныс болыңыздар. Бүгінгі қызметте болатын ұлы жүз шыбын елінің тумасы, әйтеуір осылармен бір асабаның тұлғасы ағадыдай ұлдарыңыз мен болған ағайын. Құдай қаласа, Алла нәсіп етіп жатса, мына маңдайымыздан аққан тер аяғымызға барып таманға дейін қызылдетуге әзір болып келіп отырмыз. Енді қадірменді көпшілік, осы қуанышқа мені жалдардың алдында. Апайлар маған звондады ғой. Звондады да, я тамада бала. Біз қазақты білесің. Күнде тойда жүр қазақ. Маған анша-мұнша нәрселер өте бермейді біздің қонақтарға деді. Сол үшін тойымыз қызықты болсын деді, жиналыс болмасын деді. Призарап білеміз, әдемі ойнап күліп қайтатын болсын деді. Осыдан онша емес болып қалсын, расчетымдан қысқартып қалам деді. Енді расчетымды алу үшін сіздердің маған қатты көмектеріңіз керек. Қандай көмектесеңіздер, бір қошемет етіп қойсаңыздар, біздер әрмен қарай ашыла береміз. Ашыла береміз. Енді құрметті ағайын, былай қуанышымыздың басында сіздерді ортаға шығарып секеңдетіп билеп болған ыңғайсыз болады. Сондықтан да төрде отырған апайларымыз бар, ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар. Былай музыкант жігіт сіздерге қазір ән жасыратын болады. Күнде тойда жүрсіздер ғой. Ән жасыратын болады. Әнді тапсақ олап шулаудың қажет жоқ. Қолды көтереміз, ортаға келеміз. Әркім атын айтамыз да, подарканы аламыз, аспай, потом қайтамыз. Түсінікті ғой, ә? Енді осы орайда мұқият тыңдап алыңыздар. Ойынның аты акция. Түсінікті ғой. Ойынның аты акция. Шарта келесің, аласың, кетесің. Болды, ешқандай қиыншылығы жоқ. Олай болса мұқият тыңдаймыз. Бірінші ән, қандай ән? Пас болайық. Есіміңіз? Есім Жанерке. Жанерке ханым, қуанышты болсын, тойқытты болсын. Әннің аты? Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Сен жоқсың арайлым. Опа, аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Дұрыс. Енді ойынның аты? Акция. Акция. Шарты? Аласың. Кемесіз, басында? Кемесіз, ә? Жарайды сізге болады. Негізі, келесің, аласың, кетесің. Мына қуаныштың басында бірінші болып ойынға атсалысып ортаға шыққаныңыз үшін арнайы сіздерге сіздерге рахмет, мұқтар алды. Келіп отырмай қасайын. Ойын түсінікті ғой, ә? Ешқандай қиыншылығы жоқ. Олай болса мұқият тыңдаймыз. Келесі ән қандай ән? Аға, екінші. Ағам ашып кетіп ұршылы жүрміз. Ассалайым, қалайсыздар? Сіздер ешкім жоқсыздар, біз ерте ұстап бердік. Шай қазамызды. Енді былай қылайық, ағамызбен таныс болайық. Аға, есіміңіз? Қалдыбек. Қалдыбек ағамыз. Қалдыбек ағамызға пәтерші бар ма? Құрмет қошемет көрсетіп отырайық. Бұл кісіге де шығарып қой. Әннің аты? Аспанға қараймын. Жаңа сіз айтқан ән қандай еді? Аспанға қараймын. Қандай? Апайлар, мына бала мектепте де сондай ма еді?
Рахмет. Әзілдеп алдық. Енді былай. Ойынның аты ол шарты. Акция шарты. Келесің, аласың, кетесің. Тамаша. Келеміз, аламыз, кетеміз. Аға келіңіз. Енді бізде нақыл бір болады, өзіңіз қалаған призіңізді таңдап алыңыз араңыздан. Таңдап алыңыз. Тарағым. Мынаны бізден қате болады ма? Как раз. Ол ондағы. Жеңше, құтты болсын. Ал, түсіп тұрған. Келесі. Аға, отырайықшы. Мен бойымша дейін құрып неге ма? Отырайық. Жайғасыңыз. Бай көріңіз. Бәрі күшті болады. Мұқият қараймыз. Келесі ән қандай әнші? Әннің аты? Қалай еді? Береге ұмытып қалдыңыз ба? Bitmеп тұрсыз ба? Қойшы қайтады. Қалай еді? Енді сізге былай ойынның аты? Ойынның аты? Молодец, ойынның аты? Ойынның аты? Бағана өлеңді табу дегенде болып шықты. Әнді табу еді өздіңіз ба? Ол шықтыңыздар. Ойынның аты акция, шарты? Айтпайсыз ба соны сізге? Шарты? Келесің? 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 Келесің, сен нағылды, келші. Нағылды өзіңіз. Сізге бәрі болады деп отыр. Всегда зеленый сізге. Құрметті қошемет көрсетіп қояйық. Молодец, күшті. Келесі ән қандай ән? Hoş geldiniz. Ayıptı mısın? Есіміңіз? Қалдыкүл ханым. Әннің аты? Қалдым. Оны мен де ұтып қалдым. Онда қайта қойсам ескі бола. Болды тапты. Сонымен қандай ән? Oyunun adı? Aksia bitti. Geçiniz. Жаңа бір жүр көп қонағын шықты ойнамаға. Ол бәріне акция бердік. Енді жүр бесісіне акция жоқ. Енді бұлай сізге сұрақ қояйын мен.
Оңай, қиын, орташа. Sürevereyim ben. Silittelem var. Бұл мен түсініп қойдым. Бұл кісіге мен ең қиын сұрақты қойдым деп отырмын. Мұқият тыңдаңыз. Сұрақ қиын. Жапония елінің жағасында белгісіз бір өзеннің жанында өсіп тұрған талдың астында көлеңкелеп тұрған жәндіктің аты Шабан, молодец, сен қайта мен представать ет. Набугар таңдап алайық. Набугар, келіңіз. Ау, шын табылыңыз ғой. Құдай қаласа үйге барып шай ішіп әрмен қарай тағы да келесі әніміз қандай ән мұқият тыңдайық. Men. Келші, алаңызды. Ағама айсында қолдың адметінде большой залында той болып отыр да, сояқта билеп атқан кісілер айтып отыр, жеткізіліп кетіп отыр дейді. Біз билей алмай қалатырмыз дейді. Пожалуйста, үшінші деп солай өшіп отыр. Меншіміз айтып сен өгезді әрі алға. Былай, есіміңіз? Болат аға, қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Қандай ән? Milyon eurosu. Миллион алғыс роз, тамаша. Бір күлет қаймасымен. Төлеміз бап кетті. Абайлар, осы жерде орыс тілі пәнінің мұғалімі бар ма? Ачақ па? Күшті, аға негізі біледі, күшті айтады екенсіз. Мына халық не айтса да сенбеңіз, даусыңыз мощный, мен айтсам да сенбеңіз. Так, былай, өзіңізге ұнаған бір призм таңдап алайық, не бөліп келіңіз? Көзі жұмып тұрыңыз, не бойын, шетіңізді таңдап. Қаладай, ағамызға башыратын қайыңыздар. Рахмет. Күшті. Келесі ән, соңғы ән, мұқият тыңдаймыз. Рахмет. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Есіміңіз? Нұржамал ханым, кім болып келдік? Класстас. Құрдас, келін. Еще апай десінші. Музыкадан сабақ береді апай. Тамаша, күшті. Сонымен кім болып келдік? Келін болып келдік, тамаша. Точно ма? Бол. Ұзақ ойландыңыз ғой? Так, енді былай қалай ән? Халық әні күміс құманай. Күміс құманай. Бір күлет қаймасымен көреміз ба? Біздің ауыл сұрасаң бер тұрғандай, қайын ағаш қайыса жем тұрғандай. Өзге ауылдың сылқымын мен уайынай, тал жұрықтай қалып сен тұрғандай. Күміс құманай, отта тұрғандай, айналайын көзінен ашық тұрмай. Бен қатарымай, жем жаттарымай, жем жат болып ауына кел жатқанымай.
сразу көріп тұр, әйтпесе бізде де бүйтіп ойламай да. Так, былай қылайық. Жаңа былай болды, бізде акция бітті дедік. Сізге сұрақ қойайын. Оңай, қиын, орташа. Қоя берейін. Мұқият тыңдаңыз. Аспанға ең бірінші ұшқан адамның аты Гагариннен бұрын ұшқан біреу бар екен. Қайқа ол ит болып кетті ғой, бізге адам керек. Аспанға ең бірінші ұшқан адам білмесеңіз, онда біліп жүріңіз. Гагариннен бұрын ұшып қойған, оказывается, мыстан кетті. Жалпыңыз Гагариннен бұрын ұшып кетті ғой. Так, былай қылайық, өзіңізге ұнаған любой на выбор келіңіз. Please. Любой өзіңізге ұнаған. Рахмет. Что вас, ма? Алмай қоймайды. Жоқ, на выбор таңдағаныңыз, осы таңдағаныңыз ба? Вкусыңыз мұшық екен. Рахмет. Музыканы аттымен бір қошемет көрсетіп қояйық. Мұнда ойланыңыз. Ал құрметті қонақтар, құрметті меймандар, мына ортада жалпы шамалы 8 сәті болды. Енді баршамыз ортаға назар салайық. Жамбыл облысы Сарысу ауданының Шаңырақ ауылының Сәкен Сейфуллин орта мектебінің түлектері. Осы кісілер мәңгі бақытты болсын дегенде баршамыз ең қолымызды көтерейікші. Қошемет емес, жоқ шын айтып отырмын. Осы жас түлектеріміз мәңгі бақытты болсын дегенде ең қолымызды көтерейік. Абайларымыз мәңгі бақытты болсын дегенде ең қолымызды көтерейік. Шынымен айтып отырмын. Ең қолымызды көтерейік. Ең қолымызды көтерейік. Енді былай қылайық. Оң қолымызды оң жақ беттегі қонақтың иығына қойып, жақын болсын деген ниетпен. Оң жақ беттегі қонақтың иығына қойып, оң қолымызды. Енді сол қолымызбен сол жақ беттегі қонақтың аузын жауып тұрайықшы. Мына қазақта құрметті ағайын, жеңбей қалған, ішінбей қалған, сусын таған жетім деген жоқ. Мына қазақта айтылмай қалған, тыңдалмай қалған сөз жетім деген бар. Сондықтан да сұлу сөздің салтанатын құра отыра, әрмен қарай қуанышымызды жалғап алайық. Қадірменді көпшілік, алдағы дәмсуға қол салып отырыңыздар. Мен сіздердің құрметтеріңізге тағы да бір кереметтей ән шашуымды тарту етіп берейін. Ешқашанда мұңаймай жүріңіздер деген ниетпен мұңайма деген әніміздегі сөзіміздегі қосып отырыңыздар. Жас көрінен азырбайда деген жаным мұңайды.
күшті өлең айтады екенбіз, сіздерге күшті қошемет тұрады екенсіздер. Рахмет. Ал енді қадірменді көпшілік, қазақта шайнай берсең қазда да дәм кетеді, сөйлей берсең сөзден де мән кетеді дейді. Енді мен арнайлап өздеріңізге 15 минут құзырлы уақыт өздеріңізге бөліп берейін. Мына енді бұрыннан көрмеген қонақтарымыз бар, жаңа көріп отырған қонақтарымыз бар. Кішкене іште жиналып қалған шығар, әңгімеге көріп бір кішкене шулап алайық. Жаңағы айтылған тілектеріміз бар, кереметтей ойын болып отырған қонақтарымыздың құрметіне жақсылап Аллаға дәм суға қол салып отырыңыздар. Жалмауызға да жай керек дейді. Мен де қазір Құдай қаласа бір айналып берейін. Al, құрметті 76-80 кезінде ағаларымыз біледі ғой. Көршінің қызы деген бір күшті ән бар. Сол әнді дамып өтіп берейін. Әні білсек, сөзін білсек, қосылып шырқап отырайық, ә? Той құтты болсын. Ал, майыстра.
Ой, тамаша. Биімізді тоқтатпаймыз, ағайлар үстелшін ортада. Би болсын, көрдеріңіз көңіл би болсын. Бақытты болсын. Сіздерге тырыс болса болды екен ғой да. Ал жайғаса баршаңыз аттастырған төрінде орын алыңыздар. Ойнамаса береміз. Жайғасып алайық. Аттастырған төрінде орын алыңыздар. Мен енді жаңа биде байқап отырмын да, осындағы Айдар ағамыз қайсысы? Айдар ағамыз қайда? Келші мәсін тап қояды ма? Айдар ағамның биі қалай болды? Күшті. Тамаша болды, иә? Мен де риза болдым бұл кісінің биіне. Бұл кісі Күләш әпкеміздің жолдасы, иә? Дұрыс қой, тамаша, қуаныш құтты болсын.
Получается, түрдегі үш әпкемізге, апайымызға күйеу бала болып тұр, иә, сонда? Пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған дейді, кереметті биіңіз үшін арнайылық сыйға келіңізші. Келіңіз, любой өзіңізге ұнаған бір призді алыңыз. Базада жүрген таңдай бар, ауыл ереге деп. Рахмет, күшті. Молодец аға. Аман болыңыз. Тойға келген соң осындай болып билеу керек, иә? Тамаша, әдемі. Енді былай қарай, қадірменді көпшілік, баршамыз осында төрт көзіміз түгел отқан кезде, мен осында арнайлап, осындағы меймандарымыз, қонақтарымыз келген түлектерге арнай дайындаған номинациялар бар екен, иә? Соны тапсырып алайық. Ол үшін маған бір кісі көмектесу керек. Bir арамызда шустрый кісілер болады ғой, білесіздер ма? Класста староста болған. Болады? Биш болады? Иә. Қайсысы? Келіңіз аға. Жаңағы номинациялар қайда? Қайсысы ұйымдастырған? Келіңіздер. Староста, қайсысы? Шолпан ханым. Осы орайда дайындаған номинацияларымызды жарысып күшті табыстаймыз. Аға, енді сіз өз қолыңызбен табыстайсыз, мен оқып беріп отырамын. Мына осы табыстайды. Ал баршамыз ортаған назарды салайық. Сыртта ешкім қалып кеткен жоқ па? Жоқ, сен дома. Сен дома, да? Бір осында. Тамаша. Олай болса, баршамыз ортаған назарды салайық. Үнемі постоянно жолда жүретін сыныптас номинациясымен Күлшат ханым бар ма? Күлшат марапатталады дейді. Жолының екінші үйі Сапар оның тынысы. Жолда жүріп еркінді ханым байлық. Күлшат әпкеміз. Қошеметтеп қойыңыз, қолдарын көп қойыңыз. Және де сынып энциклопедиясы дейді номинациясымен марапатталатын ортада Жанерке ханым бар ма? Жанерке! Келіңіз. Жанерке ханым, о! Қолдар қошемет көздерін қойайық. Сынып энциклопедиясы марапатымен арнайлап шын жүректен құттықтаймыз. Қолдар көрсетіп қойып, тамаша. Бізде сыныпта, мектепте постоянно білесіздер кезде әр сыныптың өзінің бір әншісі болады. Сыныптың алтын дауысы номинациясымен кім? Шатақбай. Шатақбай Аманғали дейді марапатталады. Келіңіз отаға. Ура! Қошеметтер. Тамаша. Аға, қалай сезінесіз? Ауылдың әкімі ұқсап тұрсыз ба? Мен де өзімді өте күшті сезініп тұрмын. Қызарбайттан без спектакль көрдім. Опа. Мен де деген сөйтсе дедім, сөйтіп подарок не біліп тұрсам. Күшті. Енді былай, әр сыныпта андай қыздар болатын естеріңізде болса, сәл өймонда кетіп ғой десең, деп жылап қалатын ше, нәзік ше. Мен енді ең нәзік сыныптас, нәзік жүрек жарқын әлем номинациясымен Гүлзира ханым марапатталады. Ортаға беріңіз. Гүлзира ханым. Қошеметтер қойын. Құдай жаны. Кімді өзің нәзілі құдай. Кімді помощи. Тамаша, қошеметтер қойын.
Мектепте сыныптастардың арасында ең жүзі жылы ішіндегі бар секретті сонымен барып бөсіп қоя бересің ғой, байқамайша. Сондай кісі бар екен. Ортада жылы жүздің иесі номинациясымен ортада кім? Ақкүләш. Ақкүләш ханым, келіңіз ортаға. Күләш ханым. Жылы жүздегі қандай күшті. Сосын тойда көп сәлем ата апаларымыз ұлтап дегенге қатты сеніп кеткен сыныптасымыз бар екен. Көп балалы сыныптас номинациясымен ортаға кім? Мұрат Жанар. Мұрат Жанар. Еліміздің демографиясын көтеріп жүрген Мұрат Жанар Астанадан келген. Қошемет деп қойыңыздар. Керемет жұп. Қандай тамаша. Сосын ортадан кетпеңіздерші. Енді қараңыздаршы мына кісілерге. Әлі де қыз жібекпен төлегендей, көңілді көрік тойға бөлегендей, қонса деймін қыз қияға, ұяға жар болып Алла өзі жебегендей. Өсірдіңіздер әдепті ұл саналы қызды, тек шырайлы шаттық болсын жанарыңызда. Мына әлі күнге бір-біріне әйдеспеген, сіздердегі сыйластық болсын үлгі. Құдай қаласа мына бүгінгі тойдан тойға есік ашып, тойларыңыз мәңгі жатсын, той қаласып деп екшіміз. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, құтты болсын. Чайғасы болайық. Сонау Астанадан поезд келеді деген. Және де сыныпта андай кісілер болатын, естеріңізде болса, барлық нәрсе, болмайтын нәрсе болса да басын сұғып жүретін кісілер болады ғой, білесіздер ма? Активный аға. Ең белсенді жан номинациясымен ардайлап ортаға кім? Белдікі бірақа аластайтын бала. Аластайтын бала. Осы бәйтін байын. Өмірімді бір жер грамм таптым. Рахмет, күшті. Енді бұл граммдан Құдай қаласа қолда төрге әліп қойын деп таспай. Жуамыз ғой, жуамыз. Күшті, болды, Құдай қаласа. Және де әркімнің көңіліне қарап қалған адам болады ғой, білесіздер ма? Болмайтын ғана өтпейтін бір прикол айтсаң да қандай күлбай жүре беретін. Сондай адам бар екен ортамызда. Ең көңілді сыныптас номинациясымен Рысқұлов Болат арнайы ортаға. Мен биші болады. Мен биші болады. Бұл Рысқұлов болады. Арнайы сізге күшті келін сөпке түсіп алайық. Үйіңізге көріңіздер. Тойдың әркіммен сөпке түсіп алып ойлайсыз. Тапқандағысын бәрі соған берілетін. Және де қандай да бір іс-шара болсын, соған постоянно белсене қатысып, постоянно андай номинацияны жеңіп кете беретін кісілер болады еді ғой, білесіз ба? Ұйымдастыру, мәселен ұйымдастырады да, осы ұжымды, осындай нәрсеге ұйымдастырған пәленше деген кезде постоянно бір адам шығатын класстан. Дәл сондай марапатпен ең үздік ұйымдастырушы номинациясымен ортаға Староста Қуандықова Шолпан. Қуандықова Шолпан марапатталады. Біздің ақылды көмекшіміз керемет. Музыка, андай, билік музыка ғой, күшті, бұл кісі. Ұйымдастырушы ғой, бұл кісі, андай, күшті болды. Енді дальше билеймесек, 20 жылдықта бірақ шығамыз. Бұл Шолпан Құлсыз туылғанда туылған. Содан кейін 8 сағаттан кейін мен туылған. 4-те туылған, 12-де мен туылған. 3-ші май. Да? Сіз сұрасы видно, билеріңізді көріп тұр ғой, кәдімгі. Алла арнайы сізге деген мадақтамамыз. Жақсылап суретке түсіп алайық, келіңіз. Суретке түсіп алайықшы, келіңіздер. Мен ақ қоймады.
Murdım değil mi? Çıkmamı soruşturursun. И әр сыныпта обязательно бір приколист болады, постоянно көтеріп жүретін, ортада күлкі сыйлайтын сыныптас номинациясымен Великая Узакбинка Арайка. Арайка ханым, билер. Ауырыс болсын. Так, бұлай. Күшті бұқыр, есепті сөйтке түсіп алайын. Мұнда бір алғас, бұдай. Және де жүрегі кең жан номинациясымен марапатталатын Шешемнің баласы Қасым. Қасым, арнай бар ма ортаға келіңіз. Жүрегі кең, әрқашанда ашық жүректі аузына шақ, жүрегі көрінетін мейманымыз Қасым ағамыз аман болғысына ардайсызға сый сияпатымыз. Сүртке түсіп алайық. Грабына бейді күшті көрсетіңізші, жүрегі кеңді, жүрекке жақын тамаша. Және постоянно ортада бір позитивный кісі болады, шустрый, харизматичный. Дәл осылай номинация ең харизмалы тұлға номинациясымен ортада Динула! Құрмет көрсетпайық. Келіңіз. Қаратаудан келді. Кезінші, сонау Қаратаудан келдіңіз. Құдай намаққа келген жоқсың, кішкене билер, әдемі. Жоқ, бұл андай, бұл естелікте қалатын нәрсе ғой, камераға әдемі бол, иә? Андай өзі шалғыз, кішкене заңшыра келіне. Ортаға кімді? Динула! Екі ортада шығып өтіп, ортада қыстықтап жүрмейміз бе? Бұда арнайы сізге. Сөтке түсіп алайық, кішке бол. Билеп бат, зайғаса, қалай жібер. Билеп. Және де әр сыныптың мен сияқты бір красавчик жігіті болады. Сыныптың сері жігіті номинациясымен ортаға Бүгін келген жоқ, Ерғали. Камераға түсіп алыңыздар. Ертең семейға жүрген камераға түсіп алыңыздар. Мен бұдан күшті тапсырып беретін боламыз. Апарып беріп жуамыз дейсің ба? Апарып беріп жуамыз. Және бір ортада көп сөйлейтін бар ма? Көп сөйлейтін қонақтарымыз болады еді ғой, сыныптастарымызға. Сабақ айтып отырғанда көбір отыратын, ең көп сөйлейтін сыныптас. Менің айтатын әңгімем көп, барлығын білем, сұрағанымда жауап берем, сөйлемесем жарлам, айтсам таң қаласың дейтін номинациясымен ортада Бәйгеге шатқан Талдыкөл төлемеді ба? Бәйгеге шатқан Талдыкөл төлемеді ба? Сабай деген ба? Тамаша, бәйгенің құлағында ойнаған дейді. Тамаша, қолда көрсетіп қойып, күшті. Номинацияңыз құтты болсын. Маған қараймыз, камерамыз күшті кетіп болды. Түсіп кетіп болды ма? Бұл түсіп болды. Тамаша. Рахмет, құрмет қошеметті жасап, аман болыңыз. Күшті.
И ортада постоянно бір стильный адам болады, білесіздер. Сізге қарап тұрған кішті жылтырап жүретін ең стильді сыныптас номинациясымен ортада Нәзік жанды Бағдат сұлу. Нәзік жанды Бағдат сұлу. Солай, күшті. Әдемі. Мәссаған. Құрметті Зетбай, тамаша. Менде арман жоқ. Ағамыз күшті ме сөйтіп болды. О, сейчас. Номинация. Сыныптың ақсақалы. Ақыл адамның сәні. Ортада постоянно бір кісі болады. Жол көрсетіп, жөн сілтеп жүретін, ортада сәл ересекте ақыл айтып жүретін. Ол Ербол досым. Ербол ағамыз. Ербол ағамызды байқасаңыздар, жұмысында өткен жастыға, қанша ақшаны күреп тауып жатса да байлыққа жоқ мастыға, бұл кісіні біле білсеңіздер, бірдей бір военкоматтың бастығы деп отырмыз күшті. Ербол ағамыз мұртта, кезінде талай жаманды құртты, қазір ғана мінекей жақсылап күшті болып номинация алып, таң қалдырды шықты. Аман болыңыз, жақсылап ақылды жайғасайық. Және де әрмен қарай достыққа адал жан номинациясы. Ортада Біздің ерке қызымыз Нұрзипа. Нұрзипа ханым. Еркелеп кетіңіз. Еркелеп қойыңыз, еркелеп. Ал, құтты болсын. Жақсылап сөйтіп түсіп алайық. Достық адалжан күшті қойды. Ал, және ең алғаш шаңырақ көтерген ағу номинациясымен ортада Жазира сұлу. Жазира сұлу, Жазира қашайын ортаға. Сұрқым Жазира. Құтты болсын. Да? Охо, күшті. Ал енді әр сыныпта старшындан бөлек андай кісіні сайлап қояды деді ғой, естеріңізде болса, бір нәрсеге ақша жинау керек болса, мысалы және бір нәрсеге жинайды ғой, сол кезде постоянно ақшаға жауап беріп жүретін ең керемет есепші номинациясымен Гүлғайша ханым. Гүлғайша жақсылап күшті суретке түсіп алайық. Бүгінгі сурет ертеңгі тағы Құдай қаласа суретінде суреттің кезі келеді күшті. Және де постоянно андай кісі болады ортада. Қанша анаған ұрыс, қанша балағаттасаң да бәрі сабырлы бір қалыпта бүйтіп жүре беретін кісілер болады. Және де ең сабырлы сыныптас номинациясымен ортада Абдикаримова Аманкүл Астанадан. Абдикаримова
Молодец, Және де ортада постоянно ақша жинап, бір нәрсе ұйымдастырып, бір нәрсе салып сөйтіп жүретін, және де осы сол жолмен барып бір дәрежеге жеткен табысты кәсіпкер номинациясымен Жирабы Қапаш Шәкен. Шамыншы. Енді аға сізге сұрақ, қазір жұмыс орны қайда? Астанада. Кім болып жұмыс істейміз? Рахмет ағамызды қойыңыз. Ағамызды ашылып дейді. Кәсіпкер дейді. Иә. Мың қойды оңай емес. Жаңа енді ең алғаш тұрмыс құрған аруымыз етін енді ең алғаш үйленген жігіт номинациясымен ортада Қалдыбек Шашы Көк. Қалдыбек Шашы Көк. Ортада.